Бәріңе сәлем достар, біз бүгін панкейк істейтін боламыз. Бізге ол үшін 2 жұмыртқа, осын шекер, май, сүт, мұны ашаған сүт, сондықтан сеніп жатыр. Мен сода, тұз, осын еріген майды қосатын боламыз. Біз ең бірінші осы 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Мен жарып алдым. Сосын бізге шекер қажет болады. Қазір шекерді жақтан алып қосып салатын боламыз. Мен салып алайын. Вот достар, примерно қанша сіздерге тұзы керек, сонша сала бересіздер. Маған примерно осындай тұздар керек. Ғана ерте салайыншы. Вот. Примерно вот осы жарайды. Көп қосып жүрген сияқтымын да что-то. Сосын біз, короче, миксермен істейміз. Мен миксермен істейміз. Сіздер былай андай былғап істесеңіздер де болады. Мен миксер дайындап алайын. Достар, енді миксер дайындап алдым. Енді қазір осыны араластырып, осын дайындап алатын боламыз. Короче, шекер мен жұмыртқа әбден араласу керек. Осы көпіріктер шықты, мен әп-әдемі болып шықты. Енді бізде келесі осы менде осындай сүт. Кстати, ашып кеткен азғап. Осы сүтпен, ашыған сүтпен істейтін боламыз. Қаймақ, айран да қоссаңыздар болады. Орнына мен сүт қосам. Вот. Менде, кстати, айран, қаймақ дегендер жоқ. Сондықтан оның орнына қазір сүттің орнына да су қосып жіберуге де болады. Достар, енді бізде май осы ертіп алдым. Енді осыны қосамыз. Өте дәмді шығады, майды қоссаңыздар болды. Мен жаңа еще су қостым, қалсады, тоже миксермен араластыратын боламыз. Вот, осылай араластыратын. Достар, кстати, мен жаңа андай содасын, тұзын қостым. Осындай менде қамыр шықты. Қазір осыны панкейк қылып істейтін боламыз. Менде панкейк болғандықтан қою қылып істедім. Ал сіздер блинчик істесеңіздер сұйық қылып істеуге болады.